Сәлем достар, сіздермен B2A каналы. Осы бүгінгі бастап жатқан сабақтар топтамасында Pascal бағдарламалау тілін үйренетін боламыз. Жалпы Pascal бағдарламалау тілі ол бағдарламалауды үйренуге арналған тіл болып есептеледі, және ең оңай тілдердің бірі. Сонымен қатар көптеген программалау бойынша олимпиадаларды осы Pascal тілімен есептерді шешуге болады. Біз FreePascal бағдарламалау ортасымен жұмыс жасаймыз. Осы сабақтар топтамасында оны жүктеп алып, өздеріңіз қондырып алсаңыздар болады. Қондыру процесі ондай қатты қиын емес, тек далее деген кнопканы басып отыру қажет. Ал FreePascal бағдарламалау ортасына сілтемені описаниеде қалдырамын, осы видеоның описаниесінде. Бірінші, сол жақ жоғарғы шатыңызда көріп тұрғандай логотип пайда болады қондырғаннан кейін. Рабочий столда соны 2 рет чертсеңіз осылай ашылады. Жаңа бағдарлама құру үшін файл new деп басуыңыз қажет. Көк экран шығады. Жоғарғы жағында бағдарламаның аты, біз қолдана алатын менюлер жолы, әртүрлі командалар жасай алатын осылар арқылы. Жалпы бүгін біз Pascal бағдарламасының құрылымымен танысамыз, және де негізгі операторлардың бірі write-line операторымен танысамыз. Жалпы Pascal бағдарламалау тілінде бағдарлама программ сөзінен басталады, программ кілттік сөзінен. Одан кейін бағдарламаның аты жазылу керек. Мен бағдарлама аты деп қоямын. Нижний пробел аты. Әрбір оператор үтір нүктемен аяқталуы қажет. Бұл жерде бір айта кетерлік нәрсе, программ осы жолды жазбай ақ қоюға болады. Одан ештеме өзгермейді. Бұл тек сіздерге қолайлы болу үшін ғана жазылатын оператор. Сразу var деген келесі оператордан бастап кетсек болады. Var деген операторда бұл жерде бағдарламада қолданылатын айнымалылар сипатталынады, олардың типтері көрсетіледі. Бүгінгі сабаққа бұл да негізінен керек емес, келесі сабақтарда қолданылатын боламыз. Ол үшін айнымалылардың типтерін білу керек. Және де бүгінгі сабаққа ондай ешқандай айнымалы қолданылмаймыз. Бірақ сіздер білу үшін, құрылымымен жақсырақ танысу үшін, осы сабақта айта кеткенді жөн деп шештім. Мысалға a integer деп кетейін. A деген айнымалының аты, айнымалы дегеніміз біз бір ячейка деп есептесек болады. Компьютердің жадынан бір ячейка аламыз, оның типін integer деп көрсетеміз. Integer деген ол бүтін сандардың типі. Әрбір типтің өзінің алатын орны бар. Жадыдан integer деген мысалға бір шама бөлік алса, одан үлкен типтер үлкен жадыны қажет етеді. Кішкентай типтер бар, байт деген сияқты, олар кішкентай жады қажет етеді. Бұл бағдарламаның болашақтағы көлеміне қандай болатынына әкеліп соғады. Негізі бағдарламаның негізгі бөлігі begin деген сөзден басталады. Ағылшынша бастау деген сөз сияқты болып аударылады. Одан кейін операторлар жазу керек. Бүгін біз жазамыз write деген оператор. Write деген ол экранға шығару операторы. Hello B2A деп жазайын. Hello B2A. Және бағдарлама аяқталғанда end деген сөз жазылады, соны деген, және одан кейін нүкте белгісі қойылады. Қазір бағдарламаны орындап көрейік. Run менюден run деп, run дегенді басасыз, немесе Ctrl F9 деген комбинацияны бассаңыз болады. Бірінші бағдарламаны сақтап алуымыз қажет, мен сұрап тұр. Hello B2A деп сақтап қойын. Бағдарлама сақтады, және қате шығып тұр. Pascal бағдарламалау ортасында мынандай двойной апостроф емес, бірлік апостроф қолданылады. Негізінен текстқа. Мен сәл қателесіп кеткенмін. Run. Орындалу шықты. Болды. Осындай қара экран шығады, одан кейін жоқ болып кетеді. Бұл бағдарлама орындалып болды деген сөз. Бағдарламаның қорытындысын көру үшін Alt деген кнопканы басып тұрып, F5 деген кнопканы басу керекпіз.
не бағдарлама осы қара экранды ашты. Және де hello b2e деген жазу тұр осы жерде. Жаңа біз жазған. Одан шығу үшін enter деген кнопканы басып қалсақ жеткілікті. Жаңа айтып өткендей, программ деген сөз керек емес, міндетті жол емес, сондықтан бұл жолды өшіріп тастай аламыз. Қазір өшіріп тастайық та бағдарламаны қайтадан орындауға жіберіп көрейік. Ctrl F9-ды басып. Орындалды. Менде антивирус тексеріп жатыр. F5 басайын. Жаңа мына сөз тұрады. Hello b2e деген. Одан кейін run деген бағдарламаның жүктеліп жатыр деген сөз. Міне hello b2e бағдарламаға берген атымыз .exe. Оны орындады деген сөз. Нәтижесі ретінде қайтадан hello b2e деген шықты. Әрі қарай біз бүгінгі сабақта ешқандай айнымалы қолданған жоқпыз, бірақ A деген айнымалыны сипаттап кеттік. Яғни бұл жолда бізге керек емес негізінен. Қайтадан орындап көрейік. Ctrl F9 кнопкасын басамыз. Орындалып жатыр. Тексеріп көрейік. Alt F5. Өздеріңіз көргеніңізде үшінші рет шықты. Hello b2e деген. Және де бұл жерде экранға шығарудың екі түрі бар. Біреуі write болса, екіншісі write ln деген. Бұл екеуінің айырмашылығы write-та экранға шығарады, сосын курсорды қай жерде шығарады, сол жерде қалдырып кетеді. Write ln-да экранға шығарады, сосын курсорды жаңа жолға түсіріп кетеді, бір жолға. Қайтадан орындау жіберіп көрейік. Ctrl F9. Біз бұны бір рет қана орындауға жібергенде, скорее всего, түсінбейміз екеуінің айырмашылығын. Қазір екінші рет тағы да орындауға жібереміз. Бірінші тексеріп көрейік. Alt F5. Ештеме өзгермеген сияқты. Оның өзгергенін білу үшін тағы да бір рет орындап көрейік. Яғни жолдың астына жол шығу керек тағы да екінші рет. Сонда өзгерісті ғана байқай аламыз. Alt F5. Міне мына жерден бастап үш рет біз write пен шығардық. Яғни одан кейін курсорды мына кітап қасына іліп, белгісінің қасына тастап кетті. Мына жазу соның қасына шықты. Соңғы екі жағдайда біз write ln-ді қолдандық. Сөзді шығарады, содан кейін новая линияға курсорды мына жерге қойып кетеді. Міне көріп тұрғаныңыздай, мына курсор новая линияда тұр. Яғни одан кейін шыққан жазу новая линияға түсті. Біздің жазу қайтадан жаңа линияға түсті, және курсорды қойып қойдық. Бүгін сонда екі операторды өттік. Екі команданы write ln және write деген екеуінің айырмашылығын түсіндік деп есептеймін. Видео ұнаса немесе ұнамаса лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған b2e каналы. Сау болыңыздар.